Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын маршмеллоу дайындайтын боламыз. Құрамында мүлде желатин жоқ, сондықтан міндетті түрде осы әдіспен жасап, егер видео ұнаса каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойып, осы видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз отқа төзімді ыдысымызға қантымызды саламыз, яғни құмшекерімізді саламыз. Және осы қоспаның үстіне суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде салқын болуы керек, ыстық су құймаңыздар. Енді осы екі массаны лопатканың немесе қасықтың көмегімен жақсылап тұрып, отқа қоймай тұрып араластырып алыңыздар. Және оттың астынан басып, оттың үстіне қойыңыздар. Ендігі кезекте біз магазиндерде осындай агар-агар сатылады, шамамен 250 теңгеге тұрады. Осы агар-агардың барлығын полный отқа төзімді ыдысымызға құйып аламыз ең алдымен, және үстіне су құйып, ісінгенше 5-10 минутқа қойып қойыңыздар. Келесі кезекте біздің қантымыз бен суымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Оттың астын бірінші 5 минут қатты қойып, одан кейін оттың астын өте төмен отқа қойып, қантымыз толықтай ерігенше оттың астында ұстаймыз. Осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Араластырмасаңыздар асты күйіп кетуі мүмкін. Оттың асты міндетті түрде осы кезде жай болу керек. Дәл видеодағыдай су сияқты толықтай еріп болғаннан кейін және аппақ болып ағара бастағаннан кейін оттың астынан алып миксердің көмегімен шайқап бастаймыз. Ыстық күйінше шайқай беруге болады. Ісініп тұрған агар-агарымызды оттың астына қойып ертіп, немесе микроволновкада да ертіп алсаңыздар болады. Және осы қоспаның үстіне қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Екі массаны біріктіріп миксерлейміз. Дәл видеодағыдай аппақ болып және де созылып тұрса, біздің маршмеллоумыз дайын деген сөз. Мінекей, көп емес, бір 10 минутта жақсылап тұрып осылай шайқап аласыздар. Негізі дәл осындай аппақ күйінде де тұсқа құюға болады, бірақ мен түс берсін деп осындай сарғыш түс пайдаланып жатырмын. Кішкентай қасықпен толтырмай құйсаңыздар жеткілікті. Примерно бір 5-6 грамм жеткілікті болады. Енді қасықтың көмегімен немесе миксердің көмегімен ары кеткенде 1-2 минут екеуінің светі орныққанша миксерлеп шығыңыздар. Кез келген формаға құюға болады, бірақ мен осындай кекстің формасын пайдаланамын. Міндетті түрде иісі жоқ маймен майлаңыздар. Кәдімгі біздің тамаққа қосатын майды пайдалансаңыздар, ол маршмеллоуға иісі сіңіп, жей алмай қаласыздар. Сондықтан осындай иісі жоқ маймен майлаңыздар. Немесе кез келген ыдысқа пайдалануға болады, бірақ бетіне бірінші пленка төсеп, содан кейін барып май жағып, сөйтіп барып құйып пайдалансаңыздар болады, достар. Мінекей мен кекстің формасына толықтай құйып алдым да, бетін жауып, холодильникке кемінде 1,5-2 сағатқа қойып қойдым. Холодильниктен алғаннан кейін міне ыдыстағыдай өте оңай алынады, және де кукурузный крахмалды бетіне себу міндетті. Немесе жабысып қалады, өйткені бізде құрамында қант болғаннан кейін. Пышақтың көмегімен дәл осылай кесілген бөлікті міндетті түрде крахмалға орнатып алыңыздар. Себебі айтып отырмын ғой, жабысып қалады. Крахмалдың ешқандай иісі зияны болмайды, сондықтан себе беріңіздер. Қараңыздар, жұмсақ созылып тұрады. Міндетті түрде сіздерді дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Осы видеоны достарыңызға, әпкелеріңізге, туысқандарыңызға жіберіңіздер. Және де келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.